Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен 10 сыныптың алгебра пәнінен бір жұмысын талдаймыз. Бірінші есеп таралу заңдылығы кестеде берілген математикалық күтімін есептеңіз дейді. Бізде математикалық күтім деген қалай еді? mx пен белгіленеді. Бұл жердегі мынау 4-ті 0,1-ге көбейтеміз. Одан кейін 8-ді 0,2-ге көбейтеміз. 10-ды 0,4-ге көбейтеміз. Осылай тек жауабын жаза саламыз. Осылай көбейтіп, қосып. Біріншіде енді бізде 0,4 қосылған 1,6 қосылған 4 қосылған 2,6 одан кейін 1,5. Бірінші көбейтулерді орындаймыз. Сонда бізде жауабы болады екен 0,1. Так, 10,1. Бізде математикалық күтімі 10,1. Келесі бізде екінші тапсырма кездейсоқ шаманың дисперсиясын есептейік. Бұл жерде бізге кездейсоқ шаманың дисперсиясын есептеуді айтқан. Ол үшін біз бірінші математикалық күтімді тауып алуымыз керек. Математикалық күтімді тауып алу керек. Тура алдыңғы есеп сияқты есептейміз. Одан соң барлығын есептеп біз mx-ін табамыз. Так, мына жақта бізде болады 1,8, 1,8, одан соң 3,6, 1,5 және 2. Барлығы сонда бізде болады екен 10,7. Енді бізге осы x-тің квадратын табу қажет. Тек қана x-тарды квадраттаймыз. 6-ның квадраты, 9-дің квадраты, 12-ның квадраты, 15-дің квадраты, тең, енді көбейтіп шығайық. 36-ны 0,3-ге, сонда 10,8 қосылған 81-ді 0,2-ге көбейтеміз. 16,2. 225-ді 0,1-ге көбейтсек 22,5. Потом 40, Барлығын қоссақ, бізде 132,7 болады екен. Енді ары қарай дисперсияның негізгі формуласы, ол бізде d деп белгіленеді. dx тең осы mx квадраттан азайтамыз x-тің квадратын. Міне осындай. Енді dx дегеніміз орнына апарып қояйық.
міне біз мынаны таптық. mx квадратын ол 132,7-ден азайтамыз. Енді мына 10,7-нің квадратын, бізге полностью осы математикалық күтімнің квадраты деп тұрғандықтан 10,7-нің квадраты ол бізге береді 114,149. Сонда 18,121. Міне біз дисперсиясын таптық. Бізде келесі үшінші есеп. Мұнай іздеу барлау компаниясы мұнай резервтерін зерттеуде. Ол 4 мұнай шығуы мүмкін жер телімдерін бұрғылауға рұқсат алды. Енді x кездейсоқ шамасы бұрғыланған жер телімдерінің санына тең. Және оның ықтималдықтар үлестірім заңы берілген. Енді бізге табу керек x кездейсоқ шамасының математикалық күтімін табу қажет. Бізде mx-ті табу қажет. Тура алдыңғы есептер сияқты есептейміз. 1-ті 0,122-ге көбейтеміз. Қосылған 2-ні 0,128-ге. Одан соң 3-ті 0,2-ге. Бізде енді осыларды есептейік. Біріншіден 0,122, одан соң 0,56, одан кейін 52. Егер осының барлығын қосатын болсақ, бізде болады 2,166. Енді бізге дисперсиясын және орташа квадраттық ауытқуын есептеңіз дейді екіншіде. Бұл бізде бірінші деп жазып қояйын, бірінші шарт. Екінші шартта біз дисперсиясын анықтау керек. Біз ол үшін бізге mx-ті тауып қойдық. Енді mx квадратты табу қажет. То есть x-тің квадратын табу қажет. 1-дің квадраты, 2-нің квадраты, 3-дің квадраты, одан кейін бізде 4-дің квадраты, біріншіден бізде 0,122-нің өзі, одан соң 1,12, 4-ті 0,8-ге көбейтсек. Келесі 1,8, 6,8. Егер барлығын қосатын болсақ, бізде болады 8,5. Енді бұл бізде mx квадрат, ал бізде dx дегеніміз не? Дисперсия дегеніміз ол мынадан 8,5, бізде мынадан 8,5 шықты ғой. Содан азайтамыз мынаның квадратын. 2,166-ның квадратын. Сол кезде бізде болады екен. Толықтай жазатын болсам. 1,. Осындай шығады. Енді бізге орташа квадраттық ауытқуын, дисперсиясын таптық. Енді орташа квадраттық ауытқуын табуымыз қажет. Ол просто дисперсияны біз түбірге ала саламыз, Дисперсияны жай түбірге ала саламыз.
Сонда бізде болады шамамен 5 шығады екен. Келесі соңғы тапсырма бізде үшіншісі, жер телімін бұрғылауға $55.000 ақша жұмсалатын болса, зерттеуге кететін күтілетін шығынды табыңыз дейді. Енді біз бағана MX-ті таптық, математикалық күтімін. Ол бізде жаңа болды 2,166-ға тең болды. 2,166-ға тең болды. Енді осыны $55.000-ға көбейтеміз. Сол кезде бізден шығады екен $146.300 теңге. То есть ақша $146.300 десем де болады. Бізде есеп аяқталды.